Беларусьта жеңді бұйырған екен, аттандым. Батыр, елге қарай ауысуға болмай ма? Жоқ, болмайды. Тым болмаса Алматыға ше? Ондай рұқсат болатын болса, әскерилердің барлығы сүйгендердің қасына кетіп қалмайды. Қойшы сені, әзірлейтін уақыт тапқан екенсің өзі. Тұрғаш, әскерилерде өз қалаған жерінде қызмет атқарам деген таңдау жоқ. Отан, қызыл армия қайда жіберсе сондасың. Батыр, ол жақта ешкім танымаймын. Жат, жер, бөтен орта, қалай болар екен өзі? Мен ше? Өз-өзіңе сенімді тұрсың ғой тегі. Сенімді болмағанда ше. Сен өзің емессің маған тұрмысқа шығарда, сен мен жердің түбіне көтеруге әзірмін дегенің. Жаным, сен мен қайда болса да кет. Тек қасымда болсаң болды. Сүйіктім, әркез қасымда боламын. Иә, мәңгі бірге болайықшы. Әрине бірге боламыз. Батыр, демалсының күнде неше күн қалды? Жақында. Келер апта жолға дайындала бер. Батыр, ол жақта жүргенде ауыл сағынатын шығармын, иә? Әрине сағынасың. Әдетте ауылды мен де қатты сағынатынмын. Рас па? Рас айтамын. Кішкене ғана жалағашымды, дарияны, қамысты көлдерді, Дәуінбай мен Серкешті. Мені ше? Айтсайшы, сені де. Тұрғаш, бәрінен сен сағынбайтын болам. Неге? Сағынбау үшін өзімен бірге тым алыс қалып кетпейін бе сені? Қатырасың өсіңдер. Адам баласы өз сүйген өзімен бірге алып кетер болса, жүрегі әркез қиыншылықта жүрек шығар секілді. Атам қазақ елден кетерде, туған жердің топырағын шөреке түйіп алып, өзімен бірге алып кетеді содан деген ау? Оның рас. Ата жұрттың топырағы бір қолында болса, екінші қолында жұмсанды болған. Айтқаның жақсы болды ғой. Екеуін де өткізген ала кетейікші. Жүр алай кетейік. Анау жерде жұмсан болу керек. Мына балаға байқас бол жаным. Өзі орыстың жері дейді ғой, жер шалғайды. Апа, еш уайымдамаңыз. Ол жер орыстың жері емес, ол жер Белоруссия жері. Әй, орыстың не, белорус не, бәрібір орыс емес пе? Ал апа, еш уайымдамаңыз. Барған соң міндетті түрде хабарласамыз. Сөйтіңдер жаным. Мына балаға байқас бол. Жарайды. Жақсы апа. Уайымдамаңызшы. Сау болыңыз. Сау болса қатып. Әй, ана пойыздар кеп қалды. Жақындаңыз. Төрлетіңіз. Сіздің партизан отрядында да сіздің полковник ау. Қане баласы ғой. Хоп. Келе ғой балақай. Біздің отрядтың ең кішкентай партизаны осы жолдас командир Майданбек деген жігіт. Қазақ болды. Иә. Қай жерденсің? Қызылордаданмын. Бұрынғы астанамыздан десеңші. Иә. Өзіңіз ше? Мен де Қазақстаннанмын. Тоқтағали Жангелдин ағамыз мен де ғой. Сізбен танысқаныма қуаныштымын ағай. Мен де мынау Белоруссияның қалың орманының арасынан қандасымды кездескенмен мен де қуаныштымын. Сізді көргенде туған ағамды көргенде күттім ағай. Мынау
нәрестеңнің тағдыры, күйеуіңнің тағдыры, алыстағы ағайындың тағдыры. Мына өзің сияқты жастардың жаумен арпалысып жүрген комсомолда коммунистердің ұмытпасына. Ұмытпаймын, ағай. Белоруссия өлкесін Борисов ауданының автокөлігіне тағап сене. Және өзінің қатарына қосқысы келесі. Комсомол қатарына қосылу мен үшін үлкен абырой мен құрмет қой, ағай. Ал комсомол қатарына қосылуыңыз құтты болсын. Рахмет сізге. Құтты болсын, Тамара. Рахмет сіздерге. Рахмет. Көрдің бе, Майданбек? Сенің де анаң комсомол қатарына өтті. Ертең өскесін сен де комсомол қатарына өтетін боласың. Бірақ ол кезде сендер соғыстың не екенін білмейтін боласыңдар. Тамара, егер мүмкіндік болып жатса, мына мәтіндерді бер. Жарайды, жолдас командир. Таңғы сағат 4-те шамасында 71-ші биіктік маңында 5 жерден от жағып, күзет қойып қабылдауға әзірміз. 4-ші. Не болды, Тамара? Тамара, не болды, жібердің бе? Жер мәтінімізді толық қабылдап, жолдас командир. Радиостанция межеленген уақытында жерге тасталатын болды. Жарайсың, Тамара. Сен болмаса қайтерек. Ihr verdammten Kommunisten werdet sterben! Sind hier! Түскендер! Түмендер деймін, сүмірге олым қарайғыр! Құттығын кел көрмей тұрсыңдар ма? Түмендер деймін сендерге! Оғатқан кім? Кім оғатқан? Мен аттым жолдас командир, рұқсат беріп сендерге оғатуға. Ескерту оғын атқан Коля. Себебі Коля немістер сен атсақ жігіт. Бұл не деген бассыздық? Иванов жолдас. Командир жолдас, айыптымын. Немене? Кектеріңді тұтқыннан алмақсыңдар ма сонда? Оларды кешіріңіз, жолдас командир. Жолдастар, бұндай бассыздық енді қайталанбайтын болсын. Біздер орманда жинала салған қарулы қарақшы тобыр емеспіз. Біз еліміз, жеріміз, отанымыз үшін неміс оккупанттармен аянбай шайқасып жүрген совет партизандарымыз. Дәл солай, жолдас командир. Ал бүгінгі тіл не дейді екен? Штаттан Тамара шақырыңдар ма? Көккөр. Жолдас командир, Тамараның өзі де келе жатыр. Тілдес жүз. Қалғандарын босыңдар. Guten Tag. Sie Ender, Gefangenschaft werden Sanitation Partisanen. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Thomas Eismann. Posten? Ich mein Generalstab. Ich Artillerie, Regiment. Жолдас командир. Аты жөні Томас Айсман. Бас штабтан екен. Шені майор. Артиллерияны басқарамыз. Жарайды, Тамара. Жігіттер, алып жүріңдер. Жүр, Тамара. Тоқтаңдар, демалыңдар. Пристер түзеткен баттардан өтем дегенше, осында аздап аяқ тұтамыз. Әбір немістерді иттерін ай, Немістердің өздері ит болғаннан кейін, иттер қайда барам дейсің? қандамы тапқанда. Көміш қалашыздар олай. Саня, бермен кетші. Жоқ, Тамара, сізге жанағымсың. Өз маман сияқты. Бірақ арқамдағы балам қимылдамай қалды. Бір түрлі аурулап кеткендей. Арқамда шылқып кетті. Тамара. Бала шешеуім. Тамара. Не болды, Саня? Майданбек. Айтсайшы, не болды? Сөйләйін өткерсің, одан да бала шешпейсің бе? Я, кешік. Не болды? Аға оқ деген екен, Тамара. Мүмкін әлі тілі шығар. Типі бар ма баламның? Типі бар ма айтсаңдаршы? Баласың.
кетті. Жоқ, мүмкін емес. Майданбек балам. Қанекеңді ұстап қойшы балам. Неменеге бажайып қарап тұрсың ба? Көмектеспейсің неме? Балам, Майданбек, қанекеңді ұстай қойшы балам. Тамара, балаға Қанекеңді алшы балам. Балам, құлыншағым. Байғұс бала анасын ажалдан құтқарып қалды. Тамара өз-өзін қолыңа ал. Ол қарғыс атқыр соғыс. Алатын болсаң мына өзіңді алмайсың ба? Баламның не жазығы бар еді? Кішкентай ғана құлыным ау. Мұны өмірге келгені кеше ғана еді ғой. Құлыншағым, осы уақытқа дейін мына қырғыннан сені қорғаштап келіп ем. Қайдағы қаңғыған оқтан құтқара алмай қалдым ау. Балам, Майданбек! Соғыс басталмай тұрып, елге апарып таста дедім. Тыңдамадың. Енді бәрі кеш. Айттым ғой саған, апарып таста деп. Жүрегім сезді ғой осы бір бәлені. Майданбек, қап-қараңғы мына қара көрге сені қалай ғана қияқ. Балам, құлыншағым. Тамара қой енді. Солдаты советской Красной Армии. Не нужно бояться плена. Немецкая армия дисциплинирована, к вам отнесутся с пониманием и сочувствием. Если хотите выжить, не сопротивляйтесь. Сложите оружие и подойдите к ближайшему немецкому патрулю с поднятыми руками в знак того, что хотите сдаться в плен. Вы получите горячую еду, питье и медицинскую помощь. Die dürfen nicht wieder blockieren. Zurück! Los, wärts! Ihr verdammten Kommunisten werdet sterben! Sind hier! Squad, face of fire, this position! Take cover! Aufteilen! Red Baby! Kırıngızlar! Ekranınız boşsuzlar. Oturunuz, Kravçıma Bayeva. Şonымен шындықты айтасыз ба, жоқ па? Менің айтқанымның барлығы рас. Жарайды. Бүгінде осыда жетер. Тұтқыныңызды алып кетіңдер.
жеп алыңдар. Оңбаған фашистер көрмей тұрғанда жеп алыңдар. Өзің жемейсің ба, Тамара? Мен асханада жедім. Өздерің жей беріңдер. Қыздар, кеңес әскерлері жақындап қалыпты. Немістер барлық жерде шегінуде дейді. Жаңа естіп қалдым. Тамара, рас айтасың ба? Рас айтамын. Оларына меңіреу орманда бізді таба алмайды. Айналып кетіп қалмай ма? Жоқ. Олар бізді міндетті түрде табады. Өйткені мен біздің концлагердің координаттарын оларға хабарлап үлгергенмін. Қыздар, шаршадық. Жатып демалайықшы. Жатайық. Демалсақ демалайық. Тамара, осы сенің жатар алдында қойныңнан бір түйшек алып иіскеп жататын бар еді ғой әдетің. Ұмытып кетіп бара жоқсың ба? Оны еш ұмытпайды, еш абыржымақ. Күндегі әдеті ғой. Қыздар қалып қояды қалғаннан. Қыздар, мен бұл түйіншекті иіскемей ұйықтаған емеспін. Бұл менің туған жерім, жалағашымның топырағымен жусаны ғой. Мені осы уақытқа дейін аман сақтап келген осы жалағашымның топырағы болса керек. Елді, ауылды қатты сағындым. Не болып кетті өзі? Мен қайдамын? Батырхан қайда? Тамара, жатса жерде ерте тұрасың. Демал, жатып демалайын. Тұрғаш, баланы алсаңшы. Тұрғаш, қараңғы жерден неғып жүрсің? Майданды әткен жектен бұлап жылап жатыр. Тұрғаш. Балам, Майданбек. Батырхан. Қайдасың, Батырхан? Кетпеші, Батырхан! Кетпеші! Батыр, мен Майданбектен айырылып қалдым. Оны құтқара алмадым. Кешірші мені, Батыр! Кешірші! Оңбаған мына фашистер! Бауырларым, менің көргенімді Құдай сендерге көрсетпесін. Ажал оғы жауып тұрған жерден әйтеуір аман есен келдік қой. Тұрғаш, осы сен Батырханды көрдің бе соғыста? Апа, мен оны соғыс басталғалы көрген жоқпын. Олай болса сен үшіңді дайындай бер. Батырхан елге келді. Батырдың өзі капитан. Ол қызық қайда? Батырхан! Ана, естимісің? Анашым.
әзірше табылмай жатыр. Кеше тағы барғанмын. Қараша айының басына тауып береміз деп едік. Әлі хабар жоқ. Содан Сізге ыңғайлы жұмыс жоқ деп шығарып салады. мен не істемек ойым бар? Ұйықтай қалсам, көз алдыма нәрестемнің елесі келеді де бірақ көзімді ілсем болды. Құлағына шырылдаған үні естіледі де тұрады. Көпке дейін ұйықтай алмай жатам. Таңда осылай атып жүрмін апа. Қайтесің? Пешенеге жазғанды көресің де қалсам. Қайтесің жағы? Не істемек ойым бар? Ендігі бар өмірімді балаларға арнасам ба деп. Туған жерім Жалағашында балабақша ашсам ба деген үлкен арман мақсатым бар. Майдан бегімнің, ұлымның әруағы үшін жанымды салам. Жоғарғы жаққа арыз жазып, өтініш жасамасам болмайды ау. Өзің білесің қалқам. Халық ағарту комиссарына ұсыныс. Слоган облысы, Жалағаш ауданы, мектепке дейінгі балаларды тәрбиелейтін орталық ашып берулеріңізді сұраймын. Жұмабаева, Тұрған Бике. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жеңіс мерекесі құтты болсын. Елімізде ешқашан соғыс болмасын. Заманымыз әркез бейбіт болсын. Балалар, қанеге, қандай ән айтамыз? 1, 2, 3.